Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің Асыл мұра бағдарламамыздың қонақтары осы Қазақстанға еңбегі сіңген ұстаз, бірнеше конкурстардың балалары, шәкірттері, лауреат. Бүгін мінекей екі шәкіртімен келіп отыр. Анасы өзі тәрбиелеген ұстаз болып қасымыздағы отырған біздің Жұлдыз Мацуба Балтабай қыз екен келіп отырған. Ал анасы болса көптен елімізге танымал Қабланова Күлзия деген қобыздың майталмандарын тәрбиелеп жүрген, 40 жылдан бері ұстаздық қызмет атқарып жүрген, Чайковский атындағы колледжде, оның кейін консерваториядан білім алып, одан кейін да өзінің еңбек жолын мектепте, колледжде, Шырайлы Шымкенттегі музыка колледжінде де осы қыл-қобыз мектебін ашып, өзі осылай ары қарата Бөбек қайырымдылық қорының бүгінгі күнгі ұстазы. Екеуі де, қызы да, анасы да мінекей сондай керемет бір үйдің балалары. Өздері аттарын таныстыра қойыңдар. Атың кім, қызым? Молдажан Айдана. Молдажан Айдана, сен? Молдажан Малика. Айдана мен Малика келіп отыр. Біздің бүгінгі қонақтарымыз өздерінің өнерлерін халыққа бүгінгі күні паш етіп, болашақта да осы өнерді сергететін ойларың бар ғой, иә? Бар. Енді Күлзия апа, сөзді сізге берсек, осындай қыздарыңызды өнер жолына тәрбиелеуге өздеріңіз ата-анасы баба жолынан келатқан осындай қобыз бен домбыраны сергетіп келе жатырғандықтан, осы жолға өздеріңіз тәрбиелеп, сіздерден ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деп, сіздердің тәрбиеңізден ары қарата өнерді серік еткені рас қой енді. Айтып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Енді біздің жалпы жанұямыз өзі музыкалық жанұя деп айтуға болады. Менің енді 3 қызым да осы музыка жолында, бірақ сол бір баламыз ғана музыкаға жолын қуған жоқ. Енді осы Жұлдыз менің кіші қызым, жалпы осы Алматыдағы Чайковский колледжін, одан кейін консерваторияны, одан кейін аспирантураны бітірді. Қызылмен бітірді, өте жақсы. Бұлар енді кішкентай кезінен 3 жасынан бастап осы өнер жолында жүр деп айтуға болады. Себебі кішкентайынан ол бізде осы жалпы Қазақстанда Наурыз мерекесі жаңадан қайттан түрлене бастаған кезде, қайттан жаңара бастаған кезде енді көп неғып кетті ғой, бір жылдары ұмытылып кетті. Сол жаңадан Наурыз мерекесі тойлана бастаған кезде осылар кішкентай кезінде сонда 3-4-5 жасар, және біздің қолымызда ол кезде қайнағамыздың 3 ұлы да жүрді. Оларды біз тәрбиелеп, осы домбыраға кішкентайларынан үйретіп, бұлар енді кішкентайынан өздеріне әр баламыздың өзінің бойына лайықтап, мен жолдасым енді сол домбыралардың жалпы чертежін сызған адам. Сөйтіп шеберлерге таратқан, енді Балтабай Қабланов деген ол кісіні шеберлердің көбісі таниды. Содан осыларға әрқайсына бөлік-бөлік кішкентай домбыра жасап берген. Осылар сахнадан түспедім. Осы уақытқа дейін түскен жоқ, және түспейді деген мен ойдамын. Әке көрген оғжонар, ана көрген том шердеп, әкесінен көрген өнер мен анасынан дарыған осындай өнерді алып келе жатқан Жұлдыз қызыңыз. Жұлдыз, енді сен өзіңнің ұстаздарың туралы, бірінші ұстазыңыз әкеңіз бен анаңыз екенін түсініп отырмыз, бірақ өзіңізді тәрбиелеп маман қылып шығарған, консерваторияда, магистратурада оқып, аспирантураны бітірген екенсіз, айта қойыңыз. Чайковский атындағы саз колледжінде оқыдым. Ақбаева Айман Әбілғазы қызында оқыдым. Сол Чайковскийға 2001 жылы түскеннен кейін Састырнай аспапты алғаш рет маған таныстырып үйреткен Гүлфайруз Есмахан қызы. Қазақстанда жалғыз Састырнайдан үйрететін сол ұстаз. Негізі бізге мынау өнер жолы қанмен дарыған. Әкем Балтабай Қабланов 300-ге жоқ балалар әнінің авторы.
Мысалға бұрында Жұбанов мектебі, Байсейітов мектебінде 48-ші өлшеммен ойнаған, мына 48. Ал мысалы оны әкем бәрін ойлап, мына бала өскенде киімі өседі ғой өлшемі. Сол сияқты баланың да өлшеммен домбырасы болу керек. Бірақ өзі жасай ма? Өзі жасамайды, өзі мынаның бәрін есептейді. Мысалға домбыра интеграция бүкіл аспаппен байланысады. Пәнмен. Мысалы, мына домбыраның мойны математика. Байқадамов секілді да, бұрын байқадамов өлшеп. Балалар әнін жазды ғой байқадамов. Енді мына домбыраның өлшемі бұл математика, мына шертісі физика, домбыраның ағашы биология, жасалуы химия, мысалы сызбасының бәрі сурет сабағы дейді ғой. Мысалы күйдің кез келген күй бір нәрсемен шығады, тарихы болады, ол тарих. Түсініп отырмын, математикадан да үлкен хабар бар. Осы сызбаны Байқадамовта кезінде осылай домбыраның сызбасын жаңа математикалық естідім. Ол 48-ші өлшемді. Кейін өлшем. Ал консерваторияны бірінші сынып курсқа түскенде 2005 жылы Құбыш Мұхитов ағайымда оқыдым. Ол кісі бір жылдан кейін марқұм болғаннан кейін мені профессор Ысқақ Біләл Алпанұлынан бітіріп шықтым. Магистратураны да сол кісіден бітірдім, бакалаврды сол кісіден бітіріп шықтым. Сізден үлкен әпкеңіз де дәстүрлі әнді Қайрат Байбосыновтан бітірген. Шолпан Матбуса ол дәстүрлі әнді Қайрат Байбосынов оқыды. Одан кейін әпкем Айман Матбуса ол Айгүл Үлкенбаевада оқып шықты. Өте өнерпаздар екен. Енді мынау қанша жастан сіздің мектебіңізде оқып келе жатыр? Айдана мен Маликаның маған қатысқанына 1 жыл болды. 1 жылда қатысып, бірақ анау карантинге жабылып қалдық қой. Сол кезде келе алмай қалды да, ары қарай енді онлайн болдыңыз да? Онлайн болдық. Содан кейін бұлар домбырамен бірге сазсырнай аспабында меңгеріп шықты. Қандай ғажап, 1 жылдың ішінде, иә? 1 жылдың ішінде қандай күйлерді ойнадыңдар? Айта қойыңдар. Біз 1 жылдың ішінде балбырауын, ерке сылқым, көңіл толқыны, секіртпе, адай және тағы басқа күйлерді меңгердік. Адайды ойнасаңдар, сендер 1 жылдың ішінде де керемет меңгеріп қалған екенсіңдер ғой. Енді бүгін қандай күй ойнап бересіңдер? Ата толғау күйі. Және де балбырауынды. Осы ата толғауы мен балбырауынды халықпен бірге бір тамашалап алайық. Нұрғиса Тілендиевтің күйі Ата толғау, Мөлдір бұлақ квартетінің орындауында. Бұл күйді Нұрғиса атамыз Жамбыл Жабаев атамызға арнап жазған.
Қарағанды. емес, Балқадиша ғой. Балқадиша ма? Ақан серінің әні Балқадиша. Балқадиша мен нені орындадым? Сассырнайды орындадыңдар ғой. Орындадық. Балқадиша әнін ұстаздар мен шәкірттердің орындауында бірге тамашалайық. Ақан серінің әні Балқадиша. Енді сіз анаңызбен мына домбырамен екеуіңіз қосылып ойнайтын қандай күйлеріңіз бар? Бұл қобыз бен домбыраның үндестігі сондай керемет та, нағыз қазақтың үнін шығарады. Америкада зерттегенде осы аспаптардың бәрі ең денсаулыққа зиян емес қобыз бен домбыра. Қазір енді мына анаңызбен қосылып домбырада қандай күй орындап бермексіз біздің көрермендерге? Бұл қобыз бен домбыра керемет үндеседі, гармония дейді. Мысалы, мына Америкада осы аспаптардың бәрін зерттегенде екі аспап денсаулыққа еш зияны жоқ, негізінен пайдалы болып шығады. Біреуі қылқобыз, екіншісі домбыра. Себебі қылқобыздың ішектерінің бәрі аттың құйрығынан, қылынан, беті тананың терісінен жасалған. Бұрында да мысалы домбырада мына жилка пайда болмаған кезде, ол кезде қойдың ішегінен, ешкінің ішегінен есіп жасалған. Бұл аспапты біз жаңа енді көрерменге орындап беретініміз Кенжебек Күмісбеков атамыздың Қорқыт туралы аңыз шығармасы. Иә, ендеше бірге тамашалайық. Қорқыт туралы аңызын анасы мен қызының орындауында Қабланова Күзей апамыз және оның қызы Жұлдыз Балтабайқызы. Жұлдыз Балтабайқызының орындауында бірге тамашалайық.
жолы Көзе апайымыздың орындауында ықыластың ерден күйін бір тамашалап алайық. Бәрекелде, қандай тамаша, иә? Кішкене бізге шығу тарихынан түсіндіре кетсеңіз, біздер мына жастар каналы болғандықтан Асыл Нұраны көбіне жас жеткіншектер қызығатын, қобызды үйренгісі келетін, осының тарихын біле отырса дейміз. Иә, мына ерден күйі енді ерденнің өзі болыс қой. Ықыластың ауылының келіп аттарын барымталап кетеді, ерденнің ауылының жігіттері. Содан Ықылас ауылының қариялары жиналып, барып алдарынан өтейік енді үлкен кісілердің деп, орталарына Ықыласты қосып алады. Ықылас ол кезде кішкентай бала болған. Содан барса, ерденнің ұлы қайтыс болып қайғырып жатыр екен, киіз үйдің ішінде. Содан бұлар барып көңіл айтады. Ерден басын көтермей, кім келіп көңіл айтса да басын көтермей жатыр екен. Содан бір кезде Ықылас төрделініп тұрған қобызды көреді, қобызды алып, күйдің басын бастап ойнайды. Сол кезде жаңағы Шоқай деген осы ерденнің ауылынан келген қария кісі көңіл айтады. Уа ерден, басыңды көтер жерден, әкең Сандыбай өлген, оны мына Шоқай көзімен көрген деп. Сөйтіп көңіл айтады да, жаңа Ықылас күйдің басын бастап ойнаған кезде ерден жайлап басын көтеріп, жаңа қобызды тыңдап отырады да, балам маған бер дейді. Сөйтіп қобызды алады да, ары қарай осы күйді жалғастырып, осы күйді шығарады. Содан осы күй ерден деп аталған. Дұрыс ақ. Керемет тарихы сондай ғажап екен. Енді өзіңіз қандай бір күй орындап бересіз бізге? Аққу күйін орындап берейін. Орындап беріңізші. Аққу күйі жақсы. Мына Қыз жібек фильмін түсірген кезде ең қиын жері осы Аққу көлге қонбай қояды. Сонда Нұрғис атамыздың колонка алдыртып келіп, қойдыртып барып ойнаған кезде Аққу өзінен өзі келіп көлге қонып, содан кейін барып түсірген екен. Бірге тамашалайық.
теріс бұрау да орындалады, иә. Ой, бәрекелді. Керемет, тамаша. Қандай аққуды елестетті, е? Мынау көлге қонған аққудай болып отқан кішкентай балақандарға да бір-бір күйден орындап бересіңдер ма? Екеуің бірге орындайсыңдар ма? Қандай күй ойындайсыңдар? Біз балбырауын күйін орындап. Бірге орындайсыңдар, е? Кәнекей бірге орындап бере қойыңдар. Малика мен Айдана қазір бізге. 1, 2, 3. Енді жаңадан үйренсе де, ары қарата шынығасың. Керемет домбыра шығады деп ойлаймын сіздерден. Мынау жеке орындағаннан гөрі бірге орындау өте қиын ғой, солай ма? Бірге орындау. Мінекей жақсы, керемет. Құрманғазының балбырауын күйін орындап бердіңдер де. Шығу тарихын білесіңіз бе? Ұстаздарың айтты ма? Иә, айтты бізге. Сіз айтып берсеңіз балбырауын. Құрманғазының күйлерінің бәрі тарихпен шыққан. Құрманғазы аттың үстінде жүрген кісі. Қазақтың жерін қорғап, елін қорғап, сонымен түрмеде жатады. Сол кезде Россиядан, Ресей елінен Браун деген генерал келеді. Қазақтың жерін тексеруге жаңа. Сон Құрманғазы кісендеп жатады. Сол кезде бір сержант айтады: "У нас неде
түрмеде какой-то киргиз лежит дейді. Он в каком-то палке классно играет дейді. Сол кезде айтып отқаны домбыра. Сонда бұрауын айтады, приведите завтра на мой бал дейді. Ертең менің атымнан бал болады дейді. Соған алып келіңдер деп, сөзі бал, браунский бал деп шығарады. Содан соның арқасында, өнердің арқасында түрменен босатылды деген терек сөздер. Қандай ғажап, тарихын біліп жүресіздер де, білесіздер ғой. Өздеріңіз де сондай тарихтың айтып, түсіндіріп отырып тартысқан, қандай керемет, сондай күйлерді. Ал енді бүгін енді бізде қонақта болған Кабланова Күлзия апамыз, апайымыз, ұстазымыз, 40 жылдық еңбегі бар, көптеген шетелдердегі конкурстарда болдыңыз. Бұл балалар конкурсқа қатысты ма бүгінгі? Өткенде алғаш қатысты, екеуі екінші орын алды, Ата-Толғау үйінің. Қандай конкурс? Бостандық ауданының оқу бөлімі Омардария деген конкурс ұйымдастырды. Онлайн ба? Онлайн конкурс қатысты, екінші орын алды. Алғаш өздерінің елері, жеңістері. Сіздің анаңыз көптеген байқауларға, шетелдерге балаларды апарған екен. Сол қаншама шетелдік сапарларда болған жерлеріңізді айтып, қандай орындарға ие болғаныңызды айтып жіберсеңіз, халық бір сіздің қандай жетістіктеріңіз бар екенін біле отырсын деймін. Мен енді өзім еңбек жолымда мына Қаскелең культпросвет училище дейді ғой, өзі сол жерден бастаған 1982 жылы. Сол жерде Қобыз қаласында сабақ бердім. Одан мына ол кезде дворец школьников дейді, оқушылар сарайы, сол жерде істедім. Одан кейін жаңағы мына музыкальный Чайковский колледжінде істедім. Ары қарай сонымен сол бара-бара оқушылармен жалғастырдым. Сол кезде, сол жылдары, бір жылдары ғалым деген жеке гимназияда жұмыс істедім. Сол ғалым гимназиясында 15 жылға жұмыс істедім. Сол кезде оқушыларды біз көп шетелге шығардық. Жаңа Түркия елінде болдық 3 рет. Сол жерде біз бас жүлде алдық. Одан кейін жаңағы Болгарияда болдық. Обзор қаласында. Ол жерде де жаңағы бірінші, біз енді әртүрлі номинацияны бардық. Сол барған балдар әрі билейді, әрі күй тартады, әрі ән айтады. Сол біздің жағы Айма Күмісбекова деген директорымыз күлетін, менің балаларым сол 3-те-1 сол балдар 8 қырлы бір сырлы қазақша айтқанда. Иә, дұрыс айтты, 8 қырлы бір сырлы. Одан кейін жағы Санкт-Петербургта, жағы Испанияда болдық. Сонымен қатар мен Жұлдыз бұл да оқушыларын бүкіл жерге апарып жүрген. Италияға барды, Испанияға барды, бөбектің оқушыларын барлық жерде апарып, халықаралық конкурстардың бәрінде жүлделі орындарға ие болды. Сіз енді Бөбек мектебінде, гимназиясында қанша жылдан бері? Мен енді Бөбек гимназиясында 2014 жылдан бері істеймін. Енді қазір 6-7 жыл болды ғой. Мен Бөбек ішінде бізде көп та бөлімдер, сол өзін-өзі тану гимназиясында 11 жыл болды істеп жатқаныма. 2012 жыл Испанияға бардық. Испания барған сапарымызда бірінші орынды ешкімге бермеді, екінші орынды Бөбектің балалары алып кетті. Сол келгеннен кейін Саралпыс қызымен кездесу болды. Сол кезде Саралпыс қыз айтты, бірінші орынды ешкім алмаса, екінші орынды сіздерге берсе, онда ол бірінші орын болып саналады деп. Бүгін мысалы Саралпыс қызының туған күні екен. Ендеше құттықтау бір жолдап, бәріңіз қосылып бір қандай күй орнап бересіздер? Саралпыс қызының мектебінен келіп отырған ұстаздар енді жақсы бір апай, өздеріңіздің апайларыңызды Сасырнай аспабында барлық, негізі барлық аспапта бүкіл ұлттың әуендерін ойнауға болады. Сара апамызға арнап бірінші қазақша құттықтаймын ана әні, екінші Чебурашка әні, үшінші Happy Birthday, үшеуіне Поппури орындап. Кәнекей енді өздеріңіздің мектептеріңіздің
сондай жақсы үш тілде сөйлеттіңіздер ғой қазақтың керемет аспабы саз сырнайды үш тілде сөйлетіп мынау бөбек керемет гимназиясынан келіп өздеріңіздің бүгінгі сол гимназияның басшысы бөбек құрының Сара Алпысқызын да құттықтап жатырған сіздерге де мың алғыс жолдаймыз. Осымен хабарымызды аяқтай отырып, алдағы уақытта көптеген шәкірттер осы Қабланова Күзия апамызға да келе береді деп ойлаймын, қобызға қызығатын. Және Жұлдыз Балтабай қызына да домбыра үйренуге, саз сырна үйренуге шақырамыз. Осылай қанаттарыңызды кеңге жайып, бүкіл әлемді мойындата беріңіздер. Италия, Испания, Болгария, Түркия, Қазақстан, бүкіл дүние жүзіне таныта беріңіздер өнерді. Сіздерге сәт сапар барлықтарыңызға. Осымен бүгінгі асыл мұра хабарын аяқтаймыз. Рахмет.